Сағлаба ибн Абдурахманның тәубесі. Алла Расулы Мадинаға хижрет жасағаннан біраз уақыт өткен соң, Сағлаба ибн Абдурахман есімді Мадиналық сахаба мен сакафилік сахабалардың бірін дін бауырым деп жариялады. Бір-бірін кіршіксіз жақсы көретін сахабалар егіз қозыдай күндіз-түні бірге жүретін. Олар алғаш рет соғыс кезінде екіге айырылды. Сакафилік сахаба Алла елшісімен бірге соғысқа аттанған сәтте Мадиналық сахаба белгілі бір себептермен әскер қатарына қосыла алмады. Ол соғысқа аттанған дін бауырының отбасына күн сайын барып, оларға көмек қолын созуға барынша тырысып бақты. Күндердің бірінде Абдурахман әдеттегідей досының үйіне барып, әйелінен қандайда бір мұқтаждығы бар жоғын білмекші болады. Ол кезде әйелдердің орамал тағуы жайлы аят түспегендіктен, досының әйелінің шашын есіктің саңылауынан көріп қалған сахабаның көңілі бұзылады. Ол рұқсат сұрамастан, үйіне ентеле кірген бойда әйелдің жанына барып, қолын созды. Сахабаның ниетін сезген әйел бетін басып, өзін арашалауға тырысты. Сағлаба ибн Абдурахман болса, одан сайын ентелей түсті. Әйел жан дауысымен: «Субханалла, не істеп жатсың? Аманатқа қиянат жасап, жаратқанға қарсы келдің. Алайым ойлағаныңа қол жеткізе алмай қал» деп қарғады. Сол сәтте сахабаның ақылын адастырған перде түріліп, ұялғаннан қып-қызыл болып қипақтап қалды. Сөйтіп, алдартына қарамастан үйден жан ұшыра атып шығады. Сахаба кете салысымен терең тыныс алған әйел есікті бар пәрменімен жауып, өкіріп, жылай бастады. Сағлаба ибн Абдурахман болса, үйден шыққан бойда қаладан ізін суытып, тау-тасты жағалап, көз жасын төкті. Аллаға жалбарынып, кешірім сұраумен болды. Оның шынайы әрі жан тәнімен сұраған кешірімін Алла қабыл қылды. Жәбірейіл періште Алла елшісіне сахабаның тәубесінің қабыл болғанын сүйіншілеп жеткізді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Әзіреті Омар мен Сәлман Фарсиді қасына шақырып алып, оларға Абдурахманды тауып әкелуді бұйырды. Арада біраз уақыт өткен соң, Абдурахманға жолыққан сахабалар оған Алла Расулының өзінің шақырып жатқанын айтады. Ол болса мазасызданып: «Уа, Омар, Алла елшісі менің не бүлдіргенімді біле ме?» деп сұрады. Әзіреті Омар: «Ол жайлы білмеймін, бірақ кеше сені ойлап көзіне жас алды. Салман екеумізді сені шақырып келуге жұмсады» деді. Үшеуі бірге Алла елшісінің құзырына келген кезде, ол жамағатқа намаз оқытып жатқан еді. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын дауысын естіген сахаба шыдай алмай, екі тізесінен әл кетіп, қалжырап, тұрған жерінде құлап түсті. Намаз бітісімен Алла елшісі сахабаларына бұрылып: «Уа, Омар, Салман, не болды?» деп сұрайды. Екеуі жерде жатқан Абдурахманды көрсетеді. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын қасына барғанда сахаба есін жия бастаған еді. Пайғамбарымыз «Абдурахман» деген сәтте ұялғаннан шегіншектеп: «Құлағым сенде, уа Расулалла» деді. «Менен неге қашасың?» «Күнә жасағаным үшін, уа Расулалла. Саған оқыған сәтте күнәларының кешіруіне себеп болатын аятты үйретейін бе?» «Уа Раббымыз, бізге осы дүниеде де жақсылық бер, ақыретте де жақсылық бер, және бізді тозақ отынан сақтай көр» деген аятты оқы деді. Қорқыныштан дірілдеген сахаба: «Менің күнәм бұл аяттың мағынасынан да үлкен» деді. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, бірақ Алланың мейірімі сенің күнәларыңнан да үлкен деді. Оған үйіне баруын бұйырды. Алла Расулының айтқанын бұлжытпай орындаған сахаба үйіне барысымен сырқаттанып қалды.
оның науқасы күн өткен сайын меңдей берді. Сәлман Фарси бұл жайлы Алла елшісіне хабар берген сәтте, ол бір топ сахабаларды ертіп Абдурахманның халін сұрауға барады. Алла Расулы оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сырқаттанған сахабаның жанына жақындап хал жағдайын сұрап, оның басын өзінің тізесіне қойған сәтте Абдурахман басын дереу тартып алады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, неге бұлай жасайсың деп сұрады. Сахаба, ол күнәһар бас деп жауап береді. Пайғамбар оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өзіңді қалай сезініп жатырсың дегенде, сахаба, денемнің бәрін құмырсқа қаптап кеткен сияқты деді. Сонда пайғамбар, қандай қалауың бар деп сұрады. Күнәларымның кешірімін қалаймын, уа Расулалла. Сол сәтте Жәбірейіл келіп, оның кешірілгенін сүйіншілейді. Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сүйінші хабарды жеткізуі мұң екен. Абдурахман бірден жан тәсілім етеді. Пайғамбар еріп келген достарына денені арулап, кебіндеуді бұйырады. Жаназа намазын оқып, жерлеу рәсіміне бара жатқанда, сахабалар Алла елшісінің аяқтарының ұшымен жүргенін байқап, бұлай жүруінің себебін сұрайды. Сонда Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, мені ақиқатқа араша қылып жіберген Алланың атымен ант етемін, Абдурахманның жаназасына қатысуға келген періштелердің қанаттарын басып кетпес үшін аяғымның ұшымен жүруге тура келді деп жауап қайтарды.